Өмірді өзгертетін жарты қадам. Лео Бабота. Өмірі тығырыққа тірелген қаншама адамнан хат келетінін білсең ғой. Жеңілген, құлшынысы жоқ, жұмысын жек көретін, құмарлығын таппаған, денін сау етуге өзін көндіре алмаған адамдар. Неден бастарын білмейтіндер, мұндай хаттарды оқу өте ауыр. Осындайда бастан кешкен сәттерім ойыма оралады. Тығырыққа тірелу маған өте таныс. Өміріңе де, басқаға да көңілің толмайтын сәттер, осыны қалай өзгертеріңді білмейтін кездер, неше түрлі әдістерді жасап көріп, жалғастыруға ықыласың жетпей, орта жолда тастап кетесің. Содан соң өзіңді нашар сезінесің. Бір жеріңді көтеріп, өміріңді жақсартуға барыңды салуға тиіссің. Алайда соны тағы бірде жасармын деп кейінге қалдыра бересің. Егер қарсылық білдірсең, түйткіл өздігінен жойылама. Мұндай күйзеліс балшығынан шығудың бір ғана жолын білем. Бір қадам жасау керек. Ол қадам қаншалықты кішкентай болатыны маңызды емес. Бүлінгеннің бәрін бір сәтте түзеу шарт емес. Бір нәрсені түзеуде міндетті емес. Кішкентай, соншалықты мәнді де емес бір затты жаса. Тізім жаз, көшеге шығып серуендеп кел. Пайдасыз тамақтарды таста. Ас үйдің тасарқанын жина. Ертең жасаймын деген біраз жоспарды өзгерт. Кішкентай болса да бір нәрсе жасауға ынталан. Барлық тармақты бірден жасама, біреуін ғана жаса. Не жартысын, не мыңнан бірін. Не ғұрлым аз жасасаң, сол ғұрлым жақсы. Алғашқы қадамды жаса. Соны тойла, жететін жерде емес, соған жетелеген жолды жақсы көр. Қадамыңды, аяқтың қимылын, жерден көтерген табаныңды, алға жылжыған қимылыңды, барлық мән осында. Өзіңді тану кітаптарының бәрінен оқымайтын ақиқат осы. Болмысыңның бір бөлшегін осы жарты қадамға сал, соған айнал. Соны жақсы көр, сонда өмірің өзгереді. Соны жасағанда бәрі басқаша болады. Ешбір нәтижеге қол жеткізе алмадың ба? Бірақ сен бір қадам жасадың. Адам таң қаларлық ештеңе шықпады ма? Бірақ бұрынғыдан қарағанда әлде қайда көп нәрсе жасадың. Сен бұрын тығырыққа тірелген, қысымы көп, осалдық жайлаған жерде көркемдікті, қуанышты, қимыл қозғалысты тудырдың. Сен әлемді өзгерттің. Бірінші әдет. Сенің өміріңе қуаныш сыйлайтын бір әдетті таңдап ал. Күніне 2 минут хат жазу, сурет салу, ән салу сияқты болсын. Бірнеше минут серуен, жүгіру, жеміс-жидек тәрелкесін тауысу. 2 минуттық медитация, не күнделік жазу болсын. Сол ісіңе мейлінше риза бол. Сол бір әдетті меңгерсең, нағыз жетістік сол болады. Іргетас, бірінші қадам. Бәрі соған негізделеді. Артынша екінші, үшінші қадам жалғасады. Бірақ бірінші қадам жасамасаң, қалғаны жүзеге аспайды. Бүкіл өмірді өзгертпе, тек сол бір кішкентай нәрсені жаса. Соның қаншалықты маңызды екенін түсінгеніңде таң қаласың. Мен таң қалғанмын.